Біраз күн бұрын Өзбекстанда үйлену тойында күйеу жігіт қалыңдығын жұдырықпен қойып қалған видеосы желіде тарап, халықтың талқысына түскен болатын. Армысыз ағайын, қазақ тілді арнаға қолдау білдіріп тіркеліп, қоңырауды баса кетіңіз. Видео әлеуметтік желілерде таралып, арыз шағым түскеннен кейін полиция ер адамға қатысты ұсақ бұзақылық бабы бойынша әкімшілік іс қозғады. Бірақ жас жігіттің 15 күн қамауға немесе айыппұл төлеумен шектелетінін айтты. Үйлену тойы 6 маусымда Сурхандарияда өткен болатын. Жас отбасын құрып жатқан жігіттің достары олар үшін тәттілер мен тосын сый дайындады. Оларды жылдамдықпен ашу керек еді. Шапшаңдық танытқан қалыңдық жеңді. Жеңілген күйеу жігіт ашуланып, басынан жұдырықпен ұрып жіберген болатын. Бірақ қалыңдығын ұрған жігіт жазаланбады. Сот орындаушысы қалыңдық тарапынан ешқандай арыз шағым болмағандықтан осындай шешімге келгенін хабарлайды. Әкімшілік сотта күйеу жігіт кешірім сұрады және бұл қайталанбайды деп уәде берді. Мен өзімді ұстай алмай қалдым, енді бұл қайталанбайды деді жұбайы. Қыздың анасы күйеу баласының кешірім сұрағанын растады. Екі жақ өзара түсінісіп, күйеу жігіттің туыстары да кешірім сұрағаннан кейін той әрі қарай жалғасқанын айтты.